осы мәселенің бір түпкілікті шешімін қабылдап берсе, бұл кісілердің прямой тікелей жұмысы деп айтайын, сол мәселеде көмек берсе бізге. Енді мынау ашық әкімдік деп жатады ғой. Жалпы өзіңіз әкімнің қабылдауына әкімге сенім арта аласыз ба? Енді мен Көшербаев мырза деп айтайын, жалпыламада бұл кісінің істеп жатқан іс-әрекетін осы келген уақыттан бастап Түркістан облысының қандай өзгеріске ұшырап жатқанын білемін. Сол мақсатқа сеніп, ниеттеніп келіп жатқан жайымыз бар. Қандай іс керек екенін білеміз. Біраз шешілмеген жеке қабылдауында боласыздар ғой. Енді мүмкіндігінше біз енді алдын ала ол мәселеге жазылмадық. Бірақ сол сұрап көрсек, өтініп көрсек, ол әкім бола ма, немесе сол салаға қарайтын жаңағындай орынбасар бола ма, немесе қандай да бір басқа уәкілетті орган бола ма, енді өзінің бір уәкілін жіберсе, өзінің қолы тимесе. Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырзаның жалпы тапсырмасы жеке кәсіпкерлікті, кішігірім кәсіпкерлікті дамытыңдар деп жатыр ғой. Біз осы жерде қарапайым халықтың барлығы сол мақсатта жұмыс істеп, яғни жұмысшылар қабылдап, оған айлық беріп, бір сол әлеуметтік саланы көтеріп, өзінің бір әлеуметтік деңгейін көтеру мақсатында істеліп жатқан іс-шаралар. Бірақ бұның бәрі қазір қиын болайын деп тұр. Өйткені әрқайсысы өте көп ақша жұмсап қойған. Ана жерде өздерінің қолдарына бүкіл коммунальный нелердің бәрін апарған, өздері әбден шығынданған. Енді қарапайым халықтың прям билікке өкпе-назы бар. Бұл сауалдар кәсіпкерлерді ғана емес, өңір тұрғындарын да алаңдатып отыр. Ашынған жұрт мәселені түсіндіруді талап етіп, Түркістан облысының әкімдігі ғимаратына жиналды. Мен келгендегі мақсатым негізі Төле би ауданында осы дау шығып жатқанын мен білем. Біздің өкіліміз Құрал Сейітханұлыдан мен хабардармын осы дау шығып жатқанын. Бұл дауға негізі мұрындық болғанда біз өзіміз ба деп ойлаймыз. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын біз осы туралы мақала жазғанбыз. Біздің мақаламыз шыққаннан кейін сол кездегі Төле би ауданының прокуроры тексеру жүргізіп, қазіргі таңда сол Төле би ауданында 26 жер учаскесі мемлекетке қайтарылған. Енді мен келген себебім осы біз қайтарылуына мұрындық болған сол жерлерде бұл кісілердің де жерлер бар ма, жоқ па деген мәселемен келіп тұрмыз. Қазір енді егер облыс әкімінің орынбасары келіп осы арада өзінің пікірін айтатын болса, бәлкім содан білерміз. Алғашында әкімдік мамандары халық алдына шығып, өз деңгейінде түсіндірме берді. Ең бірінші Рамазан айы ұрысып төбелесіп деген сияқты нәрсе болмай қойса деген ниеттеміз. Алла істеген істеріңіздің